Баршаңызға сәлем. Бүгін саңырауқұлақ және де картоптан жасалған ас әзірлейтін боламыз. Менімен бірге дайындаңыздар. Бізге ең алдымен саңырауқұлақ қажет болады. Саңырауқұлағымызды жақсылап ішіндегі қараларын алып тастап тазалаймыз. Түгелмен ішінің қарасының барлығын алып тастаймыз. Қарасы кетіп қалмасын, ол өте улы болып келеді. Дәл осы көрсетілгендегідей жақсылап дәл осылай тазалаймыз. Мінекей тазаланған саңырауқұлақтар осылай болады. Мінекей біз саңырауқұлағымыздың барлығын тазалап болдық. Тазаланған саңырауқұлақтарымызды жақсылап жуып аламыз. 2-3 рет жақсылап жуып аламыз. Жуылған саңырауқұлақтарымызды осылай алып келесі ыдысымызға салып аламыз. Яғни қазанымызға салып аламыз. Бұл қазір саңырауқұлағымыз көп боп көрінгенімен, қазір қайнап піскен кезде барлығы жиырылып, кішкене болып азайып қалатын болады. Сондықтан бұл саңырауқұлағы өте көп деп ойламаңыздар. Неке саңырауқұлағымыздан осындай артық мұсырлары шығатын болады. Жуылған саңырауқұлағымызға таза суымызды құйып, мұздай су құйып, қазір газге плитаға қоятын боламыз. Плитаға қойып, жақсылап қайнатамыз. Саңырауқұлағымыздың үстіне осылай тұз салып шығамыз. Енді плитаға қоямыз. Мінекей өте әдемі болып қайнап жатыр. Осылай бұрқылдап қайнауы қажет. Оған дейін пиязымызды турап дайындаймыз. Мінекей пиязымызды тураймыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай турасаңыздар болады. Мінекей саңырауқұлағымыз қайнап, уже кішірейіп қалды. Саңырауқұлағымыз азайып, енді тазаланған картоптарымызды осылай фритектес, фритәрізде етіп турап шығамыз. Барлық картоптарымызды турап болдық. Енді қайнап піскен саңырауқұлағымызды сүзіп алатын боламыз. Үлкен ыдыстағы саңырауқұлағымыз осылай азайып қалды. Саңырауқұлағымыздың түгелімен сүзіп алдық. Біздің пиязымыз дайын туралып тұр. Саңырауқұлағымыз да дайын, қайнатып пісіріп алдық. Ендеше қазанымызға плитаға қойып, майымызды құямыз. Тамағымызды бастайтын боламыз. Қызып тұрған майымызға
Piyazımызды салып, жақсылап сары түске енгенше, алтын түстес болғанша қуырып аламыз. Piyazımыздың үстіне аздаған томат салып жібереміз. Енді осының үстіне фри тәріздес туралған картоптарымызды орналастырып шығамыз. Енді жақсылап бұны да бір қуырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Үстіне аздаған тұзды салып жіберіп араластырамыз. Тұзды қатты көп салып жібермеңіздер, тамақтарыңыз ащы болып кетпесін. Енді картопымыздың үстіне аздаған суымызды құямыз. Картоптың үстіне өздеріңіз қалаған дәмдеуіш салсаңыздар болады. Осының үстіне жаңа қайнатып пісіріп алған саңырау құлағымызды салып, жақсылап орнатып, енді бетін жауып, бықтырып қоямыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.